Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Смалова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін сіздерге мен ерекше әдемі құрақ үлгісін тігетін боламын. Ол құрақты дәл осы сіздер көріп тұрғандай матаның қиындыларынан тігілетін құрақ болады. Дәл осы құрақты көрмес бұрын міндетті түрде менің каналыма подписаться кнопкасын басып жазылып алыңыздар. Қалтырап отырасыздар. Осы маталардан қандай құрақ үлгісі шығатын көргілеріңіз келсе, міндетті түрде менің арнама жазылып алыңыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер, өте әдемі құрақ мен тігетін боламын көз алдыларыңызда. Ал енді бастаймыз. Ортасына қоятын төрт бұрышты матамыз дәл мына бөз матамыздың ортасына қойылады. Дәл осылай бөз матаның ортасына қойылады. Мінекей. Енді қандай құрақ шығатынын мұқият көріп алыңыздар. Ал енді бастаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Өте әдемі жіңішке үлгідегі құрақ үлгісін тігетін боламыз. Лентасын кесіп отырамыз. Тігілген лентаны. Енді осы шетіне бұрыш тігетін боламыз.
міне қазір енді біз шеттерін әртүрлі матамен тіктік. Енді келесі бізде бір тұтас көкпен тігіп жататын боламыз. Келесі кезек мына көк бұрышты тігетін боламыз. Келесі мына жаққа лентамызды тігетін боламыз.
Міне бізде ерекше әдемі дәл осындай әдемі құрақ шықты. Түрлі түсті матадан. Бұрышы екі жерден ғана қойылды. Өте әдемі үлгі. Үйде қалған дәл осындай маталарыңыз болса, осындай ерекше құрақтар тігіп алуға болады. Шетін артық біз маталарды кесіп алып тастаймыз. Міне достар, ерекше әдемі үлгі. Өте әдемі де әдемі тігілген құрақ үлгісі. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Арнаға міндетті түрде жазылып, қалдырып, лайктарыңызды аямай басыңыздар. Менің қазақ өнерін, қазағымыздың төл өнер тігін саласын қолдай жүріңіздер. Самолетик арқылы таныстарыңызға да жіберсеңіздер болады менің видеоролигімді.